Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әріптестер. Бүгін сіздермен тағы да тест нұсқаларын талдауды жалғастырамыз. Бүгін қарастыратынымыз кешегі 27 маусым күнгі ОБТ тапсырмаларының талдауы. Алажасы осы шілде айының 7-сінен бастап, яғни 07 2 айлық мұғалімдерге және оқушыларға арналған олимпиадалық дайындық курсын бастаймыз. Ол 100% тегін курс, кез келген оқушының немесе кез келген ұстаздың қатысуына болады. 2 айлық курс дегенде бізде аптасына 2 реттен болады сабақтар. Әр ай сайын 1 рет олимпиада жазамыз. Сонда жалпы сіздердің алатындарыңыз 14 сағаттан тұратын тақырыптық сабақ және 2 рет олимпиада жазасыздар. Бұл курстың барлығы абсолютті тегін, ешқандай ақы, еш нәрсе төлемейсіз. Бұл курсты ұйымдастырудағы негізгі мақсатымен өздеріңіз де жақсы білесіздер. 2020 жылы президент жарлығы бойынша еріктілер жылы деп қабылданған. Енді осы еріктілер жылында осы елдің азаматы ретінде өз үлесімді қосайын деп осы игі бастамаға қолдау көрсетіп, мамыр айынан бастап біргеміз білім жобасында жұмыс жасап жатырмын. Енді алдағы жазғы демалыс уақытында тағы да мұғалімдерге және оқушыларға арналған 2 айлық тегін курс ұйымдастырып жатырмын. Бұл курстарды жасаудағы негізгі мақсатым енді азды-көпті өз біліммен бөлісіп, бір оқушының немесе бір әріптесіміздің болса да осы уақыт аралығында бір жаңа өзіне қажетті мағлұматтарды алып, жаңа білім жинағанына көмектесу. Енді бұған дейін де оқушылар тарапынан сұрақтар болған. Бұған дейін қайда жүрдіңіз? Немесе бұл каналды мен жылдың басынан бастап білгенде жақсы болатын еді деген сияқты. Жалпы бұл каналға видеолар ол жаңылмасам 11 сәуірден басталған болу керек. 11 сәуірден осы жылдың басталды, видео материалдар салына басталды. Бұл каналдың ашылуының өзі бір кездейсоқтық жағдай болды. Осы жылы пандемияға байланысты барлық сабақтар онлайн режимге көшті. Сол аралықта мен өзім ОБТ-дан дайындап жүрген оқушыларымды онлайн режимде оқыдым. Әрі онлайн режим кезінде әр күні біз оқушылармен жұмыс жасағанда тест тапсырмаларының ішінде өздері шығара алмаған есептерін жібереді, түсінбеген сұрақтарын жібереді. Сонда қарап отырсақ, көптеген оқушылардың жіберетіні ұқсас бір есептер, ұқсас бір тапсырмалар. Сондықтан барлығына бірдей қиындық тудыратын тапсырмалар. Ең басында шешулерін қағазға жазып жіберіп отырдым оқушыларға, бірақ кейде қайтадан сұрайды, мына жерін түсінбедім, анау жерін түсінбедім деген сияқты. Содан бірінші видео сабақтар пайда болды, яғни бірінші видеолар түсіріп, оны осы YouTube каналға жүктей бастадым. Кейінде ол YouTube каналдағы видеолар тек қана менің оқушыларым емес, басқа да республиканың басқа шеттерінен де оқушылар оны қарап, өздеріне керегін алып жатты. Одан кейін маусым айы басталғанда әріптестеріміздің QualTest басталды. QualTest кезінде де көптеген әріптестеріміз сұрақтар сұрай бастады. Одан кейін QualTest нұсқаларын талдап, осы YouTube каналға жүктедік. Солай бұл YouTube канал қазіргі уақытта ақырын өзінің аудиториясы бар кішігірім білім алу орнына айналып келе жатыр. Бір жағынан бұл да қуантарлық жағдай. Кеше бізде олимпиадалық дайындық группасындағы әріптестермен өз қуанышыммен бөліскемін, яғни республикамыздың түкпір-түкпірінен оқушылар өздерінің рахметін айтып, алғысын айтып, әртүрлі хаттарын, жазбаларын жіберіп жатыр. Соңғы кезде әріптестеріміз тарапынан да әр күні жақсы, жылы сөздер және хабарлар келіп жатады, хаттар келіп жатады. Яғни осының барлығы біздің жасалып жатқан жұмысымыздың нәтижесіз емес екенін көрсетеді. Енді осындай жақсы, жағымды жаңалықтардан кейін алдағы уақытта бұл каналдың жұмысын бұдан да жақсы, сапалы етуге тырысатын боламын. Өйткені қаншама оқушының, қаншама әріптестеріміздің қазіргі кезде химияға деген сұранысының жоғары екен және білім алуға деген талпынысының жоғары екенін көріп жатырмыз, байқап жатырмыз. Жалпы осы жобаның сәтті жүруіне сіздер де өз үлестеріңізді қоса аласыздар деп ойлаймын. Және өздеріңіздің айналаңыздағы химияға қатысы бар, мүмкін келесі жылы ОБТ таңдайтын оқушылар бар шығар, немесе жалпы мектепте 7-ден 11-ге дейін химия пәні өтіледі. Сол жерде химиядан кейбір түсінбеген есептерін немесе шығара алмаған есептерін осы каналдан келіп көріп түсініп алуына мүмкіндік болады деп ойлаймын. Сондықтан құрметті менің көрермендерім, тыңдармандарым, мүмкіндік болса өздеріңіз осы каналды ары қарай өз айналаңызда химияға қатысы бар оқушылар болсын, мұғалімдер, ұстаздарыңыз болсын, бөлісіңіздер. Яғни әркім өзіне керекті білімін алсын. Бір адамға болса да жақсылық жасасаңыздар, ол жақсылық сіздерге еселеп қайтатыны күмәнсіз. Енді осы жылдарда мен өзім педагогтық тәжірибемде кейде университет студенттері де химияның есептерін сұрап жатады. Қарап отырсақ, ол жаңа мектептің бағдарламасының кішкене күрделенген түрі, бірақ бәрібір де химияның түп негізі бір ғой. Сондықтан да енді алла жазса алдағы уақыттарда биорганикалық химияның, органикалық химияның, тіпті кейбір физик химияның есептерін шығару жолдарын осы каналда бөлісетін боламыз. Демек, бұл канал тек қана оқушылар мен мұғалімдерге ғана емес, университеттің студенттеріне де пайдалы каналға айналады деген үмітім зор.
Жақсы, сонда құрметті оқушылар, тыңдармандар, енді біз бүгінгі тест тапсырмаларын талдауымызға келейік. Онда бірінші тапсырмада электрондық қабаттағы орбиталдарды деп атайды деп берілген. Бұл сұрақ енді кешегі күні ең көп сұралған сұрақтардың бірі. Кешегі күні мен өз жұмыс бойынша кішкене қарбалас болдым, яғни ешқандай тест талдауға уақытым жетпеді. Сол аралықта көптеген оқушылар осы сұрақты сұрап жатты. Онда біз электрондық қабат дегенне, орбитал дегенне, соларға кішкене ғана тоқталайық. Сіздер білесіздер, жалпы кез келген атом ол ядро мен электроннан құралады. Ядроның сыртында электрондар ол қабаттарға бөлінеді дедік. Мысалы, сіздерде хлорды алсақ, хлор 17-ші элемент, ол 3 энергетикалық деңгейге бөлінетін еді. 2, 8, 7. Енді осы жерде мынау қабаттарды біз энергетикалық деңгей деп атайтынбыз, қысқаша еді деп жазайын. Әрбір энергетикалық деңгейдің өзіне сәйкес энергиясы болады, сондықтан ол энергетикалық деңгей деп аталады. Мынау бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей. Ал енді осы деңгейлердің ішінде мына энергиясы кішісінен үлкеніне қарай таралатын еді. Енді әрбір энергетикалық деңгейдің өз ішінде деңгейші дейтін болатын еді. Ал деңгейшінің саны мынау энергетикалық деңгейдің нөміріне байланысты еді. Егер бірінші энергетикалық деңгей болса, ол жерде бір ғана деңгейші бар, оны біз S деп белгілейтін едік. Екінші энергетикалық деңгейде 2 деңгейші болатын еді, ол S және P. Үшінші энергетикалық деңгейде 3 деңгейші болатын еді, ол сіздерде S, P, D. Осылай жалғаса береді. Төртінші энергетикалық деңгей болса 4 деңгейші болады деген сияқты. Ал енді бұл деңгейшілердің өзі ары қарай орбиталдардан тұратын еді. S деңгейші ол сіздерде 1 орбиталдан тұрады, P деңгейші сіздерде 3 орбиталдан тұрады, D деңгейші сіздерде 5 орбиталдан тұрады. Енді осы орбиталдардың өзінің электрон сыйымдылығы болатын еді. Мысалы, бір орбиталға максимум 2 электрон орналасады. Сонда екінші энергетикалық деңгейде жалпы 8 электрон болады. Бірінші энергетикалық деңгейде әрқашан 2 электрон болады максимум. Ал үшінші энергетикалық деңгейде сіздерде міне S-ге 2, P-ға 6, D-ға 10, сонда жалпы 18 электрон. Осылай кете беретін еді. Бұның барлығы бір заңдылық бойынша орналасатын еді. Енді мынау терминдер сіздерге кішкене түсініксіз болса, оны біз әдеттегі мектеппен салыстыруға болады. Мектеп, сізде атом десеңіз, мектептің оқушылары ол электрондар. Ал енді оқушыларды сіздер сыныптарға бөлесіздер, 1-ден 11-ға дейін сыныптарға. Сол сынып деп отырғандарыңыз сіздердегі энергетикалық деңгейлер сияқты. Яғни мынау энергетикалық деңгей мектептегі сыныптар сияқты. Ол 1-ші класс, 2-ші класс, 3-ші класс, ары қарай 11-ші класс деген сияқты. Ал енді ол класстарға біз не үшін білеміз? Олардың жаңа оқу программасы бойынша. Ал атомдағы электрондарды біз дәл энергиясы бойынша білеміз. Энергиясы кішісінен үлкеніне қарай. Ал енді сіздер де білесіздер, әрбір класстың ішінде оқушылардың саны болады, олардың өздерінің білім деңгейі болады. Әдетте мысалы төменгі сыныптарда олардың білім деңгейлері негізінен бірдей. Мысалы 1-ші классқа келген кезде ол оқушылардың барлығы бірдей, 0-ден бастайды. Демек ол жерде білім деңгейіндегі айырмашылық қатты байқалмайды деп айтуға болады. Сондықтан бізде әдетте бірінші энергетикалық деңгейде тек қана бір энергетикалық деңгейші бар, ол S деп аталады. Сол сияқты, мысалы, егер 4-ші, 5-ші классқа келгенде балалардың арасындағы білім деңгейі кішкене айқындала бастайды. 4-ке оқитындар немесе 5-ке оқитындар болып бөлінуі мүмкін. Ал енді жоғары сыныптарға келген кезде, мысалы 9, 10, 11 сыныптарда 3-ке оқитындар, 4-ке оқитындар немесе 5-ке оқитындар болып бөліне береді. Білім деңгейіндегі айырмашылықтар айқын біліне бастайды. Мынау энергетикалық деңгейдегі деңгейші деп отырғанымыз осы. Мысалы, бірінші энергетикалық деңгей ол 1-ші класстар десек, екінші энергетикалық деңгейлер 5-ші класстар, үшінші энергетикалық деңгейлер мысалы 9-ші класстар деген сияқты. Мөлшермен солай айтсақ болады. Сонда жалпы сіздерде энергетикалық деңгей ол жаңа электрондардың энергиясын сипаттайды. Егер сіздерге мысалы 2S деп беріп қояды және 4S деп беріп қояды. Мынау жерден сіздер бірден білесіздер, ол 4S-тің энергиясы көп. Өйткені ол 4-ші энергетикалық деңгейде. Яғни бұл жердегі мынау 2 деген сан олардың энергетикалық деңгейін, яғни қай деңгейде екенін көрсетіп отырады. Осы арқылы біз олардың энергиясын салыстыра аламыз. Ал деңгейдің ішіндегі деңгейші ол жаңа сыныптың ішіндегі оқушылар деген сияқты. Енді бізге берілген сұраққа келейік. Электрондық қабаттағы орбиталдарды деп атайды дейді. Яғни орбитал деп отырғанымыз ол S, орбитал деп отырғанымыз ол SP, орбитал деп отырғанымыз SPD. Бұл орбиталдар сіздерде энергетикалық деңгейші деп аталады. Оны жаңа ғана біз түсіндірдік. Сонда дұрыс жауабымыз энергетикалық деңгейші екен. Сонымен мынау басқа терминдерді бір рет қарастырайық. Энергетикалық деңгей ол бізде қабаттардың саны, электрондар орналасқан. Электрондық конфигурация ол электрондық формуланы айтады. Мысалы, ол
сіздерде хлор атом болса 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Бұл сіздерде электрондық конфигурация. Ал енді энергетикалық формула деп отырған мынау сіздерде бағандарға орналастыратын. 1s-те 2 электрон, 2s-те 2 электрон, 3s-те 2 электрон, 2p қалып кетті бізде, 2p-да 6 электрон. Мысалы хлор атомын жазып жатырмыз. 3p-да 5 электрон. Электрондарды алдымен жалғыздан орналастырамыз, одан кейін жұптастырамыз. 3-тіміз бізде бос қалған. Бұны бізде энергетикалық формула немесе графикалық формула деп айтады. Ал енді энергетикалық орбиталь деп отыр. Орбиталь деп отырғанымыз міне, S-те ол 1 орбитал, P-да 3 орбитал, D-да 5 орбитал, немесе оны кванттық ұяшықтар деп айтады. Бұл да дұрыс емес. Ал энергетикалық деңгейші деп отырғанымыз осы біздегі қабаттағы орбиталдарды атайды. Сонымен бірінші сұрақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Енді жалпы электрондардың энергиясын сипаттайтын 4 квант саны болады. Бас квант саны, орбитал квант саны, магнит квант саны және спин квант саны. Бас квант саны N мен, орбитал квант саны L мен, магнит квант саны M мен, спин квант саны S немесе MS пен белгілейді. Осы 4 квант саны сіздер білу керексіздер. Мысалы, бас квант саны ол жаңа энергетикалық деңгейдің нөміріне тең болады. 1, 2, 3 деген сияқты. Бұлардың әрқайсының өзінің қызметтері бар. Мысалы, бас квант саны ол сіздерде электрондардың энергиясын анықтайды. Ал енді орбитал квант саны сіздерде орбиталдардың пішінін анықтайды. Әдетте мысалы S орбитал шар тәрізді, P орбитал гантель тәрізді деп айтамыз, немесе шексіздік сияқты. Осы орбиталдардың пішінін анықтайтын ол орбитал квант саны. Одан кейін магнит квант саны. Магнит деген сіздер жақсы білесіздер, ол жағын тебіледі, тартылады. Демек, магнит квант саны ол орбиталдардың кеңістікте бағытталуын анықтайды. Мысалы, P орбиталда 3 P орбитал бар, біреуі X осінде, Y осінде, келесі Z осінде жатады. P орбиталдарымыз. Яғни ол орбиталдардың кеңістікте бағытталуын магнит квант саны анықтайды. Ал енді ең соңғы спин квант саны деп отырғанымыз, ол электронның өз осінен айналуын көрсетеді. Мысалы, сіздер әдетте жақсы білесіздер. Мысалы, күн болса, күннің айналасында сіздерде жер шары айналу керек. Жер шары белгілі бір бағыт бойынша айналады, мысалы, күнді. Әрі ол бір уақытта параллельно өз осінде де айналады. Жер шарымыз өз осын 24 сағатта айналады, ал күнді 365 күнде айналады. Дәл сол сияқты енді электрондар да ядроның айналасында қозғалады. Енді оны мөлшермен жуықтап енді осы күнге ұқсайды деп қарасақ, күн жүйесіне ұқсайды десек, онда ол бірінші ядроны айналады электрондар. Әрі ол электрондар өз осы бойынша айналады. Оңға немесе солға, сағат стрелкасы бойынша немесе сағат стрелкасына қарама-қарсы. Сол өз осінен айналу бағытын бізде спин квант саны көрсетеді. Әдетте спин квант саны біз +2-ден 1 десек, ол сағат стрелкасы бойынша айналып жатыр деп қараймыз. Ал енді -2-ден 1 десе, ол сағат стрелкасына қарама-қарсы болып айналады. Енді бұлардың барлығы сіздерде негізінде 10-шы сыныптың оқулығында жазылған. Енді бірақ сіздердің бақыттарыңызға орай деп айтсам да болады. Әр жылы бұл спин квант санын анықтау немесе магнит квант санын анықтау туралы сұрақтар болған жоқ. Күні бүгінге дейін болмады. Ал енді максималды жаңағындай анықтамаларды сұрайды сіздерде. Мынау жаңа бас квант саны нені анықтайды, немесе орбитал квант санын нені анықтайды, солар туралы сұрақтар бар. Егер мына тақырыптар сіздерге қиын болып жатса, теориясы түсініксіз болып жатса, онда кітапты тағы бір рет оқып шығуға кеңес беремін. Бұл 10-шы кластың ең бірінші тарауында болу керек. Жақсы, келесі екінші сұраққа келейік. Гидролиздену процесс соңына дейін жүреді. Гидролиз туралы біз бұған дейінгі видеоларымызда толық қарастырдық деп ойлаймыз. Енді процесс соңына дейін жүру үшін онда екеуі де әлсіз болу керек. Яғни әлсіз негіз, әлсіз қышқыл болу керек. Енді натрий жақсы білесіздер, күшті, натрий күшті, барий, хлор екеуі де күшті. Алюминий гидроксид әлсіз, күрт сутек ол әлсіз. Демек бізде осыны айтып отыр. Аммоний хлорид, хлорид күшті. Гидролиз процесс соңына дейін жүреді десе, онда сіздерде екеуі де әлсіз болу керек дегенді білдіреді. Енді бұған дейінгі алдыңғы видеомыз айтқанымыз, жалпы тұздардың 4 түрі болады. Екеуі де күшті болса, ешқандай гидролизденбейді. Қандай да біреу әлсіз болса, онда гидролиз сол әлсіз бойынша жүреді. Мысалы, катион әлсіз болса, катион бойынша жүреді. Анион әлсіз болса, анион бойынша жүреді. Ал енді екеуі де әлсіз болса, онда гидролиз толығымен жүреді дегенбіз. Сол теориямыз міне бүгінгі тапсырмада қайталанып отыр. Келесі үшінші, бокситтің формуласы дейді. Бокситтің формуласын барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын, өйткені бокситтен біз алюминий, өйткені бізде бокситтен алюминий өндіріледі. Ол сіздерде дұрыс жауапты. Төртінші тапсырмада, әрбір үйде кір жуатын кезде пайдаланылатын ағартқыш ұнтақ персол формуласы берілген. Натрий карбонатты 3 су деп отыр.
Қайнаған кезде суда оттегін бөліп, ластанған жерді түссіздендіреді. Қыздырғанда оттекті бөлсе реакцияның типі дейді. Енді мына жерден қарап отырсақ, мысалы натрий карбонаты және 3 су, мына жерде 2 деген коэффициент бар екен, оттекті бөледі деп отыр. Енді оттек мына жердің барлығында -2. -2-ден 0-ге дейін ол тотығу дәрежесі артып жатыр, яғни ол тотығып жатыр. Демек, бұл тотығу тозсану реакциясы. Енді мына жерде қайнаған кезде суда оттегін бөліп деп отыр, бөлінеді. Яғни мына бір затты біз қыздырғанда бірнеше өнім түзілетін болып тұр. Демек, ол айырылу реакциясы. Сонда дұрыс жауабымыз айырылу және тотығу тозсану. Келесі 5-ші. Ең тәтті көмірсу дейді. Көмірсулар сіздер білесіздер, ол моносахарид, дисахарид, полисахарид болып бөлінеді. Глицерин көмірсуға жатпайды, ол көп атомды спирт. Лактоза сіздерде көмірсу, сахароза, фруктоза, глюкозалар, олар көмірсулар. Енді осының ішінде ең тәттісі ол фруктоза, жеміс қанты деп айтады. Енді бұған дейінгі бір тест талдауларымызда болған, балдың құрамында көп мөлшерде болатын ол фруктоза мен сахароза деп. Жалпы көмірсулардың ішіндегі ең тәттісі фруктоза. 6-шы. Алкендердің судекпен реакциясы нәтижесінде өнімдерде түзілетін зат. Енді сіздер жақсы білесіздер, алкендердің формуласы CnH2n. Егер ол сутекті қосып алса H2-ні, онда CnH2n плюс 2 болады. Бұл енді алкан түзілетіні көрініп тұр. Демек, алкендерді кетірілгенде алкан түзіледі. 7-ші. Күкірт 4 оксидіндегі оттектің массалық үлесі. Онда күкірт 4 оксидіміз ол сіздерде SO2. Енді осы жерде оттектің массалық үлесі омега оттек. Енді мына формуламызда 2 оттек бар, демек ол 32. Жалпы емеріміз бізде 64, көбейтеміз 100-ге. 32-64-ің тең жартысы, демек сіздерде 50%. 8-де 5%-ық 100 грамм ерітіндідегі судың массасы. Енді мына жерде айтып отыр, 5% ол әрқашан еріген заттық болады, еріген зат. Онда қалған 95% сіздерде су деген сөз. Онда 100-дің 95%-і 95 грамм деген сөз. Грамм. Дұрыс жауабымыз В. Ерітіндідегі процент әрқашан ол еріген заттық болады. Демек, қалған проценттің барлығы судыкі деген сөз. Еріткіштің үлесі. Сонда еріткішіміз 95%. Бұл жерде шатасып кетпеу керек. Мына 5%-ын тауып қоймау керек. Керісінше қалған 95%-ын есептеу керек. 9-ші. Ауа бойынша тығыздығы 1,517 болса заттың молекулалық массасы дейді. Бұл есепте сіздерде белгісіз заттың емерін сұрап отыр. Онда оны табу үшін сіздерде ауаның молярлық массасы 29. Соған мынау салыстырмалы тығыздықты көбейтеміз. 1,517. Енді осыдан сіздерде жоқтап 44 шығу керек. Демек, дұрыс жауабымыз Д. Бұл да оңай есеп деп ойлаймын. Келесі 10-ші тапсырмада 1 кг тас көмірдің жану жылы 30 килоджоуль килограмм болса, 0,25 кг тас көмір жанғанда бөлінетін жылу мөлшері дейді. Енді бұл есеп бұрыннан бір есеп 2017 жылғы ОБТ-дан бастап бар. Екеуін көбейте саламыз. Өйткені 1 килограммда 30, онда 0,25 килограммда қанша деген. Дұрыс жауап сіздерде С болу керек. 0,175. 11-де сутек атомның электрондық орбиталы дейді. Онда сіздерде сутек атом әдетте 1s1 электрондық конфигурациясы. Демек, осы 1s1 мен 1s1-дің арасында бүркесу болады. Ол сіздерде ss бүркесу болады сонда. Дұрыс жауап В болу керек. Енді әдетте sp бүркесу, pp бүркесулер бізде кездеседі. Мысалы, sp бүркесуге сіздерде H хлорды жатқызуға болады. pp бүркесуге мысалы O2 немесе жалпы бейметалдар, басқа да бейметалдар, мысалы N2, бұлардың арасында pp бүркесу. Келесі 12-ші тапсырмада теңдеу берілген реагенттер алдында коэффициенттер қосындысы дейді. Енді бұл реакцияны меніңше жақсы білесіздер деп ойлаймын. Алюминийдің алдында 2 болады, натрий 2, натрий гидроксид 2. Енді сутек сіздерде мына жерде 8, 6, 14, мына жерде 2, онда судың алдында 6. Жалпы коэффициенттеріміз осылай болады. Бұны жай жылдам теңестіруге болады, немесе жаттап алсаңыздар да болады. Енді бізден сұрап отырған реагенттер алдындағы коэффициент. Реагент деп мына бастапқы реакцияға қатысқан заттарды айтамыз. Сонда 2, 6, 2 қосындысы сіздерде 10 болу керек. Келесі 13-ші тапсырма. Хлороформның формуласы дейді. Хлороформды сіздер алкандарды өткенде кезде білесіздер, ол метанда хлорлау реакциясының 3-ші сатысында түзілетін элемент. Ол сіздерде CH хлор3. Хлороформ деп аталады. Бұл енді органикалық химияда ең жиі қолданылатын еріткіш. 14-те ядросының нейтроны көп элемент атомы дейді. Онда сіздерде мынау реттік нөмірі және атомдық массасы бойынша есептейсіз нейтронды. Хлор сізде 35 деп алсаңыз, 35-тен 17-ні азайтасыз, 18 нейтрон. Калийде 19, атомдық массасы 39, азайтсақ 20 нейтрон. Натрийда атомдық массасы жоқтап 23, одан 11-ді азайтсаңыз 12 нейтрон. Неонда атомдық массасы 20, реттік нөмірі 10, азайтсаңыз 10 нейтрон. Аргонда жоқтап атомдық масса 40,
реттік нөмірі 18, 40-тан 18-ді азайтсаңыз 22 нейтрон. Енді сіздерден сұрап отырған осы, ядросында нейтрон көп элемент ол аргон екен. Келесі сіздерде 15-ші тапсырмада лабораторияда немесе тұрмыста денеге сәлті тиіп кетсе, сол жерді салқын сумен шайып, одан соң сірке қышқылдың 2% ерітіндісімен жуады. 300 грамм ерітінді дайындауға қажет сірке қышқылдың массасы. Бұл сұрақ сіздердің естеріңізде болу керек. Бұған дейінгі видеоларды қарасаңыз, 23-ші күні біз тікелей эфирде дәл осы сұрақты қарастырғанбыз. Сонда 300-дің 2%-ін табасыздар. Ол сіздерде 300 көбейтілген 2 бөлінген 100. Процент санға айналдыру үшін 100-ге бөлеміз. Сонда 3-ті 2-ге көбейтсеңіздер 6 грамм. 16-да 15 литр азот пен 30 литр сутек жоғары қысыммен әрекеттескенде шығымы 50% болса өнімнің көлемі. Онда теңдеуді жазайық. N2 плюс 3H2 шығады. Бұл қайтымдыр ясы айтпақшы. 2NH3. Енді азот сіздерде 15 литр, сутек сіздерде 30 литр, коэффициенттері 1 және 3. Енді көлемдер болған кезде, мынаның бізге көлемін сұрап отыр. Газдардың қатысында көлемдер болған кезде біз 22-де 4 емес, коэффициентін ала беруге болады дейміз. Онда бірінші артық кемін есепті болайық. 15-ті 1-ге бөлсеңіздер 15, 30-ды 3-ге бөлсеңіздер 10. Яғни бұл жерде сутек толық жұмсалады, азот артық мөлшерде деген сөз. Онда біз сутек бойынша келесі аммиакты есептейміз. Аммиактың коэффициенті 2, 30-ды 2-ге көбейтесіз, 3-ге бөлесіз, онда сіздерде 20 литр, ол теориялық шығымы, теориялық. Ал енді шығым сіздерде 50% деп берген, онда теориялықты 50-ге көбейтесіздер, 0,5-ге. Сонда сіздерде 10 литр болу керек. Дұрыс жауабымыз 10 литр. Енді мынау сұрақта әдетте шығым есебі болғандықтан осылай бере салған болуы мүмкін, бірақ шын мәнінде қазір нақты практика жүзінде дәлелденген, экспериментпен дәлелденген аммиактың шығымымен жаңылмасам ол 20%-ға жетер жетпес. Мүмкін көрген шығарсыздар, мүмкін көрмеген шығарсыздар. Химиялық тепе-теңдік туралы мен бір видео сабағым бар. Сол жерде осы реакцияны біз толығымен талдағанбыз. Бұны Габер деген неміс ғалымы осы реакцияны ашқан үшін, осы процесті өндіріске енгізген үшін Нобель сыйлығын алған. Сонда Габердің жасаған аппараты бойынша максимум 15% па сондай ғана ол жердегі шығым, аммиактың шығымы. Яғни бұл реакцияның шығымы өте төмен. Енді 50% шығым деген ол өте көп шығым деп ойлаймын. Енді есеп болған соң жай осылай берген болуы мүмкін. Сонда дұрыс жауап сіздерде 10 литр. 17-де массасы 1,5 грамм көмірді жағуға 10-67 литр ауа жұмсалды дейді. Көмірдің құрамындағы жанбайтын қоспаның массалық үлесі. Бұл енді қоспаның есебі. Онда теңдеуіміз С плюс О2 тең СО2. Енді бұл есепте бір жағдайға көңіл бөлу керек. Мынау 10-67 ауа деп тұр. Енді ауаның құрамында оттектің процентін сіздер білесіздер. Көбінесе біз оны 0,2 деп аламыз ауадағы оттекті, яғни 20% деп. Мынау жерде еш нәрсе айтылған жоқ, мынадай бөлшек сан беріліп тұр. Онда бұл болу керек сіздерде 0,21, яғни 21%. Онда оттектің көлемін тауып алайық бірінші. Оттектің көлемі ол жаңағы ауаның көлемін көбейтесіздер 0,21-ге. Өйткені ауада сіздерде оттек 21% ғана. Онда 10-67-ні көбейтеміз 0,121-ге. Осыдан сіздерде 2,24 литр жоқтап шығады. Енді сіздер бәрібір ОБТ-да калькулятор пайдаланасыздар. Сол жерде мысалы 10-67-ні 0,2-ге көбейтсеңізде ол мөлшермен бір 2,24-тің айналасында сан шығады. 2,1 сан шығады. Оны жоқтап 2,24 деп алуға болады. Сонда сіздерде оттегі 2,24 литр. Ал енді көмірдің массасын тауып алайық, қанша екен? Онда көлем болса астында бізде 22,4 болу керек. Масса болса молярлық масса 12. Енді көріп отырмыз 10 есе аз, онда 12-ні 10-ға бөлсеңіздер 1,2 грамм. Демек жаңағы бастапқы берілген біздің көміріміз жалпы 1,5 грамм еді. Оның ішіндегі таза көмір 1,2 грамм деген сөз. Сонда сіздерде қоспаның массалық үлесі. Онда омега қоспамыз 1,5-тің онда қалған 0,3-і қоспа деген сөз. 0,3 грамм. 1,5 граммның сіздерде 1,2 граммы таза көмір екен, онда қалған 0,3 грамм қоспа деген сөз. Сол қоспаны бөлесіздер, жалпы массаға 1,5-ге көбейтесіздер 100-ге. Осыдан 20% шығу керек. Сонда қоспаның массалық үлесі 20%. Келесі 18-ші тапсырмада қосылыстар эквивалентті болатын металдың 2,8 грамм қышқылмен әрекеттескенде 3,1 көбейтілген оның 22 дәрежесі молекула сутек бөлінді. Бұл металл дейді. Енді бұндай есептер біз бұған дейін де шығардық. Кезген бір металды алайық. Металдың бізге эквиваленті берілген. Ал енді қышқыл, қандай қышқыл екен белгісіз, онда кезген қышқыл жаза беруге болады. Мысалы, күкірт қышқыл деп алсақ, H2SO4. Онда металдың сульфат түзіледі және H2 түзіледі. Енді сутектің сіздерге молекула саны берілген.
зат мөлшерін табайық. Онда мына берілген санды сіздер Авогадро санына бөлесіздер. 6,2 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Мынау қысқарады. 1, 2. Мынау жерде қысқарады. 10-ның 22 дәрежесі, мында 23 дәрежесі. Онда 10 қалу керек. Сонда 1-ді 20-ға бөлу керексіздер, ол сіздерде 0,5. Бізге берілген молекула саны сонда зат мөлшері бойынша 0,5 моль. H2-ның зат мөлшері 0,5. Астында коэффициент 1-ді жазамыз, өйткені зат мөлшері болғанда коэффициент жазамыз. Металдың массасы сіздерде 2-де 8 грамм. Малярлық массасын білмейміз, x. Енді осыдан x тапсақ, 2-де 8-ді 1-ге көбейтесіздер, оны 0,5-ге бөлесіздер. Осыдан есептесеңіздер 56 шығу керек. 56 грамм моль, ол сіздерде темір. Дұрыс жауабымыз А екен. Бұндай есептерді біз бұған дейін де шығардық. Бұрынғы жылдарда да келіп жүр дәл осындай есеп. Демек бұл ешқандай қиындық тудырмау керек. 19-ші тапсырмада құрамында 13% қоспасы бар 40 грамм марганец 4 оксидінен, яғни MnO2, алюминотермиялық әдіспен алынған марганецтің массасы Mn. Енді мынау жерде сіздерде алюминотермиялық деген терминді түсінсеңіз де түсінбесеңіз де есеп шығаруға болады. Онда бірінші солай жасап көрейік. Сіздерге берілген марганец O2, одан алынады марганец. Теңдеуді жай осылай ғана жазып салуға болады. Ал енді құрамында 13% қоспа деп отыр. Онда мына жерде 87% сіздерде марганец 4 оксиді деген сөз. Мынау оксид. Енді MR-ді қарасаңыздар, MR марганец 4-кі 87, а жай марганецке 55. Онда мына жерді көбейтіп алуға болады 87% бен 40-ты. Немесе көбейтпей ақ былай жаза беруге. 0,87 көбейтілген 40. Екен мынаны қысқартуға бізге тиімді болу үшін. Марганецтің массасын табамыз x. Енді қарап отырсаңыздар, мынау 100 есе кіші. Онда мынау 100 болу керек. Енді мынау 100 бен 40-ты қысқартып жүрсеңіздер 0,4. 0,4 55-ге көбейтесіздер, ол сіздерде 22 грамм. Сонда дұрыс жауабымыз 22 грамм. Осылай да есептей салуға болады. Ал енді сіздерде толық жазсаңыз, ол марганец O2, алюминотермиялық деген сөз, оған алюминий қосып қыздыру керек деген сөз. Сонда алюминий 2O3 плюс марганец. Енді осыны теңестіру үшін міне оттек мында 2, мында 3. Онда мынаның алдына 3 қоямыз, мынаның алдына 2 қоямыз, алюминийдің алдына 4, марганецтің алдына 3. Толық теңдеу осылай болады. Енді ары қарай мына жерден массаны жазып, мынаны табуға да болады. Бірақ ОБТ-да сіздерге ең маңыздысы уақытты үнемдеу, сол үшін көп есептерді осылай шығара беруге болады. Марганец 4 оксиді бар, алынатын зат марганец. Ең бастысы марганецтің саны тең болса болады. Мысалы мына жерде 3, мына жерде 3. Бәрібір ол 3 пен қысқарып кетеді, сонда марганец O2 марганец қалады. Жақсы, келесі 20-ші есепте. Ауыр жұмыс істегенде адам тез шаршайды дейді. Қандағы глюкоза тотығып, бұлшықеттерде сүт қышқылы жиналады. Сүт қышқылындағы көміртектің массалық үлесі. Енді бұл жерде сүт қышқылының формуласын мүмкін білесіздер, мүмкін білмейсіздер. Оны былай еске сақтауға болады. Әдетте глюкозаның формуласын барлықтарыңыз білесіздер. Ал сол глюкозаның формуласының тең жартысы сүт қышқылы болады. Демек глюкоза сіздерде С6H12O6. Онда сүт қышқылы деп отырғанымыз осының тең жартысы. Ол сіздерде С3H6O3. Яғни глюкоза тотыққан кезде 2 сүт қышқылы түзілетін еді. Енді сіздер мына глюкозаның емерін жақсы білесіздер. Оны мүмкін жаттап алған шығарсыздар, 180 болады. Онда сүт қышқылының емері сіздерде 90 деген сөз. Онда массалық үлес көміртекті табу үшін көміртек бұл жерде 3 атом, ол 36. 36-ны бөлесіздер 90-ға, көбейтесіздер 100-ге. Енді 36-ны 90-ға бөліп 100-ге көбейтсеңіздер, ол сіздерде 40% болу керек. Дұрыс жауап 40%. Ал енді сүт қышқылының жалпы құрылым формуласына келсек, SH3, SH, SOOH. Яғни ол жерде гидроксил тобы бар, спирттік тобы бар, пропан қышқылы. Егер мына формуласын еске сақтамасаңыздар да, сіздер жай ғана еске сақтау керек. Сіздер сүт қышқылы ол глюкозаның тең жартысы деп. Келесі 21-ші тапсырмада сілтілік жер металдар дейді. Сілтілік жер металл деп отырған ол екінші А топшаның элементтері. Бұл сұрақ бұған дейінгі бір тест талдауымызда болған. Онда екінші А топшада сіздерде кальций бар, стронций бар, сынап қосымша топшада рений жоқ, цезий бірінші А топшада, титан жоқ, күміс, қорғасын. Сонда дұрыс жауап екеуі ғана. Демек бұл тапсырма сіздерге сыйлық ретінде берілген тапсырма, өте оңай. Келесі 22-ші. Мынау теңдеу берілген, рияса теңдеуінде тепе-теңдікті өнімнің түзілетін жағына қарай ығысады дейді. Яғни бізге тепе-теңдікті оңға қарай ығыстыру керек. Онда оңға ығыстыру үшін әдетте тепе-теңдікке әсер ететін 3 фактор бар сіздерде. Ол температура, қысым және концентрация. Енді оңға ығыстыру үшін біз не істейміз? Температуралық факторды қарау үшін мынау жылуға қараймыз. Жылу бізде плюскі, яғни экзотермиялық. Егер рияса экзотермиялық болса, плюскі.
онда бізге температураны төмендету керекпіз деген сөз. Мысалы мынау жерден қарап отырсаңыздар, плюс көп болса онда температураны төмендету керек деген белгі тұр. Демек сонда бізге қажетті оңға ығыстыратын бірінші факторымыз ол температураны төмендету. Екінші қысым бойынша, қысым деген кезде мынау заттардың агрегаттық күйіне қараймыз. Агрегаттық күй SO2-де газ болады, O2-де газ, SO3-де газ. Енді сіздер кітаптан оқысаңыздар, SO3 әдетте қалыпты жағдайда сұйық болады деп айтады. Ол 40 Цельсий градус айналасында өзігінен буланатын ұшқыш сұйықтық деп айтады. Енді бірақ мынау реакция сіздерде жоғары температурада жүреді. Ол температура ол 40 Цельсий градустан әлдеқайда жоғары, сондықтан бұл жерде барлығы газ күйде болады. Енді газдар болса, олардың коэффициенттері арқылы біз санайтын едік. Мынау жерде жалпы газдың коэффициенті 2, 1 қосындысы 3, мынау жақта сіздерде 2. Яғни оңға қарай сіздерде көлеміміз 3-тен 2-ге кеміп жатыр. Көлем кеміп жатыр. Ал енді мынау жерде қарасаңыздар, көлем кеміген жағдайда бізде қысым арту керек. Қысым артқанда көлем кемейтін жаққа тепе-теңдігі ығысады. Онда екінші фактор сіздерде қысым артады. Ал енді үшінші концентрация бойынша, концентрацияны қарап отырсаңыздар, егер қандай да бір заттың концентрациясы артса, онда тепе-теңдік соның қарсы жағына ығысу керек. Онда бізде мынау жерде тепе-теңдікті оңға қарай ығыстыру үшін, мына бастапқы заттардың концентрациясын арттыру керекпіз. Онда SO2-нің концентрациясы артады, O2-нің концентрациясы артады. Ал енді концентрация төмендеген жағдайда тепе-теңдік соның өзіне қарай ығысатын еді. Онда біз оңға қарай ығыстыру үшін SO3-нің концентрациясын төмендету керекпіз. Сонда үшінші концентрация бойынша реагенттерді арттырамыз, ал өнімде кемітеміз, төмендетеміз. Енді осы факторлар бізге қажетті факторлар. Енді жауаптарды көрейік. Оттектің концентрациясын азайту. Ол керісінше қысымды төмендеткенде, бізге керек қысымды арттыру. Қысым өзгеріске ұшырамайды, дұрыс емес. Күкірт 4 оксидінің концентрациясын азайтқанда, ол да дұрыс емес, оны біз арттыру керекпіз. Температураны арттырғанда, ол да дұрыс емес, бізге төмендету керекпіз. Катализатор қолданғанда, катализатор тепе-теңдікке әсер етпейді. Температураны төмендеткенде, бұл бізге керек. Қысымды арттырғанда, бұл да бізге керек. Сонда дұрыс жауабымыз G және H. Әдетте бізде температура ол тепе-теңдіктің ығысуына 100% әсер етеді. Ал енді қысым бізде 100% емес не? Көріп отырсыздар, 100% емес. Ол егер газдардың көлемі бірдей болса, реагенттер мен өнімдерде, онда қысым әсер етпейді. Мысалы, мынау реакция өте жақсы мысал. Азоттың оттекпен реакциясы. 2NO деген. Мынау реакцияда бұл эндотермиялық реакция. Мына жақтағы көлем сіздерде 2. Коэффициенттерін қоса салдық. Мына жерде көлем сіздерде 2. Көлем тең. Көлем ешқандай өзгермеді. Бастапқы көлем мен соңғы көлем тең. Онда қысым бұл реакция үшін ешқандай әсер етпейді. Қысымды арттырсаңыз да, төмендетсеңіз де тепе-теңдікке ешқайда ығыспайды. Қысым тек қана әсер етеді, мынадай көлемнің өзгерісі болған кезде. Бастапта 3 еді, шыққанда 2 болды. Демек, көлем кішірейді, онда қысым арту керек деген сияқты. Ал концентрацияда ол 100% әсер ететін факторға жатады. Қандай да бір заттың концентрациясын арттырсақ, немесе кемітсек, онда тепе-теңдік бұзылады деген сөз. Келесі 23-ші тапсырмада ақтастың құрамындағы кальций мен көміртектің массалық үлестері дейді. Енді ақтастың формуласын білмейтін оқушы жоқ шығар, ол сіздерде кальций СО3. Енді осының құрамындағы кальций мен көміртектің дейді. Онда омега кальцийіміз, кальций сіздерде 40, ақтастың молекулалық формуласы 100, 40-ты көбейтесіздер, 40-ты бөлесіңдер 100-ге, көбейтесіңдер 100-ге, сонда 40%. Ал көміртекте дәл солай. Көміртектің атомдық массасы 12, оны сіздер 100-ге бөлесіздер, 100-ге көбейтесіздер. Сонда осыдан 12% шығады. Ол дұрыс жауап сіздерде А. Бұл ең оңай сұрақ деп ойлаймын. 2 балл сіздерге сыйлыққа беріледі. Осы сұрақ келсе. Келесі 24-ші сұрақта. Тағы да кальций туралы сұрақ екен. Кальций гидроксидінің формуласының атауы дейді. Енді бұл кальций гидроксид екенін барлықтарың білесіздер деп ойлаймын. Бұдан басқа оның ақ сүті деген аты бар, немесе ақ су деген аты бар. Бұл аттың барлығы кальций гидроксиді. Енді бор деп әдетте кальций карбонатын айтасыздар. Мәрмәр кальций карбонаты. Сөндірілмеген ақ, ол сіздерде кальций оксиді. Айтпақшы мынаны тағы да сөндірілген ақ деп айтады. Сөндірілген ақ деп. Ол 4-ші атауы болып кетеді сонда. Ақтас ол сіздерде кальций карбонаты. Енді асбест сіздерде магнийдің қосылысы. Ол сіз жаңылмасам 3 магний оксиді болады және 2 су, 2 кремний оксиді. Осылай. Магний мен кремнийдің қосылысы. Асбест. Сонда сіздер мынадай кейбір заттардың басқаша аттарында білу керексіздер. Келесі 25-ші тапсырмада алкендерге тән реакция дейді. Енді осыған ұқсас алдында бір сұрақ болды. Ол жерде арендерге тән реакция деген берген. Яғни сіздерде химиялық қасиеттер туралы сұрақ әрбір нұсқа сайын келіп жатыр.
әр параграфтың өзі химиялық қасиеттері деп басталатын осындай бір бөлімшесі болады. Сол жерді қарасаңыздар абзацта алкендердің химиялық қасиеттері құрамындағы үш байланыстың болуы және құрылысы әсер етеді. Алкиндер қосылу, полимерлену, орын басу және тотығу реакцияларына түседі дейді. Демек осыларды біз белгілеу керекпіз. бейтараптану жоқ бізде, қосылу бар, нейтралдеу жоқ, поликонденсация жоқ, дегидратация жоқ, орын басу бар, конверсия жоқ, полимерлену бар. Бұл жерде жоғы мынаның ішінде тотығуы берілмеген. Енді сіздер тестте мынау жерді оқымадыңыздар, онда мынаның ішінде сіздер сөзсіз білу керексіздер қосылу реакциясын. Өйткені мысалы алкиндер ол қанықпаған көмірсутек болғандықтан барлық қанықпаған көмірсутектерде қосылу реакциясы болады. Одан кейін тотығу дегенді міндетті түрде білу керексіздер, өйткені барлық көмірсутектер жанады. Жану реакциясының барлығы тотығу реакциясы. Ал енді орын басу мен полимерлену. Егер сіз кітаптан дәл мына жерді оқымасаңыз, онда мына екеуі туралы сіз кішкене ойланып қалуыңыз мүмкін. Орын басу және полимерлену деген. Енді біздің кітаптың кішкене сапалылығының төмендігі болсында, мысалы мына жерде мыналарды айтқан соң, әрқайсына негізінде мысал берілу керек. Мысал орын басу реакциясында сіздердің кітапта мысал берілмеген. Әдетте алкендер, мысалы ацетилен, үш байланыс болғандықтан мынау сутектер басқа алкандарға қарағанда кішкене қозғалғыш келеді. Ол аз болса да қышқылдық қасиет көрсетеді. Мысалы күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісінде мынау сутектер ол күміспен орын ауыстырылады. Сонда сіздерде күміс, мынадай тұнба түзеді және су түзіледі. Мынадай реакция жүреді. Мынау реакция әдетте алкендерге сапалық реакция болады. Алкендерге сапалық реакция дегенде, егер үш байланыс шеткі көміртекте орналасқан болса, онда шеткі көміртекте орналасқан болса, ол жердегі сутек металмен орын ауыстырылады. Орын басу реакциясы. Мына жерде мүмкін натриймен ауыстыруға болады, мыспен ауыстыруға болады, басқа да металдармен ауыстыруға болады. Егер үш байланыс шеткі көміртекте болса, орын басу реакциясы бар деп отырғанымыз осы. Бұл реакция сіздерде кітапта берілмеген. Олимпиадниктер біледі әдетте бұл реакцияны. Жай оқушылар бұл реакцияны білмеуі мүмкін. Ал енді екінші полимерлену реакциясы. Полимерлену реакциясының енді бөліміне сіздерде мысал келтірген, ол жаңағы ацетилен тримерлену реакциясы. Тримерлену мен полимерлену ол екеуі екі басқа. Полимерлену ол көп молекуланың қосылуы. Енді полимерлену реакциясы сіздер жақсы білесіздер, ол қанықпаған көмірсутектерге тән екен. Жалпы ацетиленнің өзінің де полимерлену реакциясы бар. Мысалы ацетилен ол полиацетилен түзеді. С2, енді үш байланыстың біреуі жаңағы өзара бірігуге кетеді, сонда мынадай зат шығады. Енді мынау сіздерде полиацетилен. Жалпы осы полиацетилен туралы сіздерде кітапта мағлұмат беру керек. Жалпы осы полиацетиленнің синтезін мына Джулио Натта деген Италияның ғалымы 1957 жылы ашқан екен. 57 жылы осы полиацетилен синтезін іске асырған. Кейін 1963 жылы Нетта мен Сеглар ол жалпы осы полимерлерді зерттеу саласындағы еңбектері үшін Нобель сыйлықтарын алған ғалымдар. Яғни бұл үлкен еңбек мынау. Мысалы жаңа полиэтилен синтезі ол үлкен еңбек, үлкен ғылыми жаңалық болған сол кездегі. Бұл информацияны менше сіздерде кітапта берген дұрыс еді. Енді жалпы олимпиадниктер жақсы білу керек, осы екі ғалымның атындағы катализатор да бар, Сеглар Натта катализатор деген. Яғни мынау реакцияларды жүргізген кезде, мысалы, сол катализатордың біреуі ол триметил алюминий, С2H5, 3метил алюминий. Бұл катализатор, ол сіздерде осы екі ғалымның атымен аталады. Сеглар Натта катализатор деген. Меніңше алдағы уақытта енді мүмкін жаңартылған бағдарламада жаңа оқулықта бұл информация болатын шығар. Жалпы бұл информацияның болғаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл өте маңызды реакция. Полиацетилен көріп отырсыздар, ол әлі де қанықпаған полимер. Оған жаңағы қоспалар қосу арқылы, добавкілер дейді, енді қоспалар қосу арқылы электр тоғын өткізетін материалдар алуға болады екен. Енді жалпы сіздер 11 классының соңғы тоқсанында полимерлер, жаңағы синтетикалық заттар солар туралы оқисыздар. Ол жерде басқа полимерлерде ондай қасиеттер жоқ. Жалпы электр өткізгіштік десе бізде бірден металдар есімізге түседі. Бірақ полиацетилен полимерінің жаңағы жартылай өткізгіштік қасиеті бар екен. Оған яғни жаңағы қосымша добавкілер қоссақ, онда ол электр тоғын өткізетін материалға айналады. Демек бұл өте үлкен жаңалық, өте үлкен ғылыми ашу деп айтсақ болады. Бұл информация негізінде біздің кітапта болу керек деп ойлаймын. Сонымен сіздерде алкендерге тән реакция дегенде ол сіздерде қосылу реакциясы. Бұны барлықтарыңыз білесіздер, тіпті Кучеров реакциясының өзі ацетиленді гидраттау реакциясы. Ол қосылу реакциясы. Одан кейін орын басу реакциясы. Енді мынадай металдар мен мына сутектердің алмасуына, орын басуына болатынын айттық. Ал енді полимерлену дегенде ол сіздерде
бензолдың түзілуі ол тримерлену реакциясы, ал бізде полиацетилен дегенде зат бар екен. Жақсы, келесі 26-шы тапсырмада диссоциациялану дәрежесі альфа 30%-дан жоғары болатын заттар. Енді бұндай альфа туралы біз бұған дейінгі бір тест талдауымызда айтылған. 30%-дан жоғары деген сөз ол күшті электролит. Күшті электролит болады әдетте күшті негіз, күшті қышқыл және барлық еритін тұздар. Енді осы бойынша біз қарап көрейік. Алюминий гидроксиді, ол сіздерде әлсіз негізге жатады. Азот қышқылы, күшті қышқыл, күрт қышқылы, күшті қышқыл, азот қышқылы, күрт қышқыл деген мына жерде тұр. Натрий гидроксиді, күшті негіз, ол бар міне күшті негіз. Көмір қышқылы, әлсіз қышқыл, мынау жақта бар. Күрт сутек қышқылы, әлсіз қышқыл. Фосфор қышқылы, орташа қышқыл міне. Сірке қышқылы, ол әлсіз қышқыл. Демек, бұл жерде сіздер диссоциациялану дәрежесі бойынша электролиттерді ажырата алу керексіздер. Мынау тізімді мен алдыңғы бұған дейінгі сабақта бергенмін. Гидролиздің теориясын кішкене толығырақ айтылған. Бұл заттарды сіздер жатқа бөлу керексіздер. Келесі 27-ші тапсырмада бірінші А топша элементтер. Бұл да өте қарапайым сұрақ. Бірінші А топша ол сілтілік металдар. Калий сізде бар, натрий, литий. Қалғандары бізде қосымша топша немесе басқа топшаның элементтері. 28-де этиленнің гомологтары. Бұл сұрақта кешегі күн ең көп талқыланған сұрақтардың бірі. Гомолог деген кезде әдетте бір классқа жататын заттарды айтамыз. Онда этилен дегенде біз алкендерді табу керекпіз деген сөз. Енді бұндай тапсырмада бізге терістеу ережесін қолданған жақсы. Яғни мынаның ішінде қандай да бір алкенге жатпайтын зат болса, онда дұрыс емес деген. Мысалы, сіздерде изопрем мүмкін білмесеңіздер, ацетиленді барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Ол алкин, демек дұрыс емес. Изопрем, бутадин, амилен. Енді мынау жерде кішкене шатастырады, сіздерде соңында N мен аяқталып тұр. Бутадин, амилен. Бәрі қарасаңыздар алкен сияқты. Енді кешегі күні оқушылардың ең көп сұрағы ол амилен деген не деп тұр? Амилен ол сіздерде пентен, С5H10. Енді бұған дейінгі жылдарда амил спирті деген болған, С5H11OH деген. Мынау амил спирті деген зат. Бұған дейінгі жылдарда тесттерде бұл болған амил спирті деген зат. Сонда амилен ол сіздерде пентен, ол этиленнің гомологына жатады. Енді бірақ бұл жерде сіздерде этиленнің гомологына жатпайтын изопрен. Изопрен ол сіздерде С5H8, бұл екінші метил бутадиен 1,3 деген зат. Бұл әдетте жаңа каучук көксағы синтезделеді. Енді бұны сіздер білетін шығарсыздар. Келесі С жауапта ацетилен дұрыс емес. Бутен талол аренге жатады, демек бұл да дұрыс емес. Ацетилен, бутилен, ацетилен. Яғни бұл да дұрыс емес. Ацетилен бар құрамында. Этен, бутен, ацетилен. Ацетилен алкин, бутен, пропен, пропилен. Енді бутен, пропен, екеуі алкен. Пропилен. Пропилен мен пропен деген сөз екеуі бірдей синоним. Ол дұрыс жауап. Амилен, пентен, бутилен. Амилен мен пентен екеуі бір сөз. Онда бұл да дұрыс жауап. Сонда жалпы алкендердің гомологтары дегенде осы екі дұрыс жауап бар екен. Енді жалпы осы гомологтар туралы сұрақтың бір оңғаны болған жоқ бұған дейін. Алдында бір сұрақты біз талдағанбыз, екінші метил пентан деді ма, сондай бір затты берді, соның гомологтар деп. Ол жерде де толып тұрған қате болды. Енді мынау жерде де қарасаңыздар, мысалы ацетилен, екі рет қайталап отыр. Мынау сұрақтарды біз дұрыс жауап деп белгілегенмен қарасаңыздар, екі бірдей зат, мысалы пропен, пропилен, амилен, пентен. Олар ұқсас заттар. Мүмкін орнына басқа бір алкенді жасауым керек пе еді, мысалы гексен немесе гептен деген сияқты. Жалпы гомолог туралы сұрақтарда осындай бір кейде түсініксіз жағдайлар болып жатыр. Кеше ғана бір оқушы жазған, жаңылмасам Көкшетау қаласынан. Сол оқушыда жалпы химия бойынша 38 балл болған, 2 баллды осы сұрақтан жоғалтқан. Яғни бұл жерде жаңағы амиленнің қай зат екенін білмегені үшін. Сондықтан амилен сіздерде естеріңізде болсын, ол пентен. Амил спирті деген бар, ол пентанол. 29-шы тапсырмада. Азоттың тотығу реакциясының жылу эффектісі 180 дейді. Көлемі 896, азот тотыққанда сіңіретін жылу мөлшері. Бұл есепті біз бұған дейін де шығардық. N2 плюс O2, бұл қайтымды реакция, 2NO. Реакция бізде эндотермиялық еткеніне сіңірілетін жылу деп тұр. Минус 180 кJ. Енді сіздерде азоттың көлемі берілген 896 литр деп. Бізге мына жылуды сұрап отыр, 896-да қанша жылу бөлінеді. Онда мына көлем бойынша 22-де 4. Сонда бұл жерде әдеттегідей пропорция, міне 22-де 4-те ол сіздерде 180, 896-да қанша жылу деген. Мынаны көріп отырсыздар, 40 есе көп.
Онда 180-ді 40-қа көбейтсеңдер, ол сендерде 7200. Бұл да оңай тапсырма. Енді ең соңғы 30-шы тапсырма. Бұл сұрақ енді бұған дейінгі жылдарда болған тапсырма. Барий хлоридінің 240 грамм 20% ерітіндісіне 245 грамм 25% көкіртшікшіл ерітіндісін араластырғанда түзілген тұнба массасы дейді. Онда сіздерде реакциямыз барий хлор 2 плюс H2SO4 шығады. Барий сульфатының тұнбасы, тұнба барий плюс 2H хлор. Енді осы жерден сіздерде барий хлоридінің мына жерде массасын тауып аласыздар. 240-тың 20%, яғни 240-ты 0,2-ге көбейтесіздер, ол сіздерде 48 болады. 48 грамм. 245-ті 25-ге көбейтесіздер, ол сіздерде 61-де 25 грамм болады. Енді сіздерге мына тұнбаның массасын сұрап отыр. Мына жерде қайсы артық екенін анықтау үшін емерлерін жазайық. Барий хлориді сіздерде 208, H2SO4 ол сіздерде 98. Енді бөлген кезде мына жерден көріп отырсыздар, 61-де 25-тен 48 аз, бірақ оған бөлетін санымыз көп. Онда барий хлориді сіздерде кіші шығады деген сөз. Онда есептеуді біз барий хлориді бойынша жүргіземіз. Барий сульфатының емері сіздерде 233. Енді осыдан x-ті тапсақ, ол 48-ді көбейтесіздер 233-ке, бөлесіздер 208-ге. Осыдан сіздерде дұрыс жауап 53-те 8 шығу керек. Сонымен құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сіздермен тест талдауымыз аяқталды. Өздеріңізге қажетті информацияларды алдыңыздар деп ойлаймын. Алдағы уақытта тест тапсыратын оқушыларға сәттілік. Келесі видео талдауларымызда, видео сабақтарымызда кездескенше аман сау болыңыздар.